Ассалаумағалейкум достар, жана пост жібердім орысшасын. Енді қазақша айтып берейін, мынандай мақтабастар қаға айтпай ақ қояйын, қандай бастар екен, білмейді, тәжірибесі жоқ, жай ғана оттауды біледі да. Ал енді мен пост туралы айтып берейін, осы шығарғаным. Ана жерде Елнұр Бейсенбаев деген депутат бар. Сол енді мынау 1000 есе көбірейту керек дейді. Анау қоянға, доңызға, елікке бағасын. Мынандай білмейтін, сауаты жоқ, білімсіз депутаттар бізде толып жүр ғой, Енді осы депутатқа жауап бердім де, бүкіл әлемде өзінің халқына төмен бағамен береді да, аңшылықты. Міне мысалы Американы алсаңыз, Америкада бұланның орысша лось бағасы $47. Біздің ақша аударсаң, сол 25-26 мың теңге болады ғой. Басқа бағаларды айтпай қойын. Енді өкінішке орай біздің елде, біздің жерде, біздің билікте осындай сауатты адамдар жоқ, білетін. Ойына келгенін айта береді да. Ешқандай тәжірибесі жоқ, Содан кейін басқа нелердің, мемлекеттердің заңдарын, әрекеттерін зерттемейді. Біз халық таңдаймыз ғой осы депутаттарды. Өкінішке орай бұлар осындай сөз айта береді, Менің ойымша, қымбат болу керек шетелден келген азаматтарға. Ал біздің азаматтарға, біздің тұрғындарға, Қазақстанның еліне өте арзан болу керек. Қазір міне бүгін осы жануардың бағалары өте қымбат. Оны төмендету керек. 10 рет. Осы дұрыс болады, менің ойымша. Мен бұл саламен нақты айналысамын. Бәленбай гектар миллион жерім бар. Сол жерде жұмыскерлерім бар істейтін. Ақадабет дейді, егер дейді, жүргізуші, повар, бәрі бар, Осы бүгін ең төмен баға беріп отқан біздің қарапайым адамдарға біздің ашық мекемелері. Біз ең төмен бағамен береміз, Бір күндік ашылық қазға үйекке 7000 теңге. Ал енді мынау көктемгі ашылықты 5000 теңгеге беріп жатырмыз, Пенсионерларға 2500 теңгеден беріп жатырмыз. Енді анау 70-тен асқан шалдарға 100 теңгеден беріп жатырмыз, Енді басқа жануарды айтсақ, елік бар, олардың бағасы бізде 25.000 теңге. Доңыздың бағасы 35.000 теңге. Енді өкімет осының бағасын төмендетсе, мысалы, еліктің бағасы 6000 болса, оны мен дайымын, оны 9000-ға сатуға. Мен де пайдасын көрім керек қой, білесіңдер ғой, Оның жұмысы көп, әрекеті көп, алдында айттым ғой, оған қанша мамандар керек, жүргізуші, ақадабет, егер, оның бәрін айта берсем уақыт жетпейді. Осындай мен ойым. Мынау мақтабасқа қағайтпайды. Оған айтам, білмесең қыртпа, оттама.